сөйтіп келдіктен де 22-ші жыл болды, 5-ші қаңтар. Міне, содан ауыр-ауыр сөздерді айта бастадым. Себеп Назарбаевтың істеген әрекеттері қылмыс өте ауыр, өте ауыр. Сол себептен сіз назарыңызға, журналистер назарына менің сөзімнің ауырлығы емес, Назарбаевтың, оның айналасының істеген ауыр қылмыстар. Соған көңіл аудару керек. Сол ауыр қылмыстарды бүгін біз айтпасақ, ертең қара бет боламыз. Ол қылмыс жасады. Кінә соныкі. Неше түрлі үлкен лауазымды азаматтар, үлкен қызметтерде болған генерал атақтары бар. Солардың бәрі мынау желіде ауыр қылмыстарын Назарбаевтың төгіп жатыр. Төгіп жатыр. Оның бала шағасы, оның күйеу балалары, соның айналасы. Енді былай айтқанда Назарбаев өзі елге көрінуге беті жоқ. 238 адамды атып тастады. Сол атып тастады. Тоқаевты кетірем деп атып тастады. Ал енді Масимов деген ол қазір деген оның тегі бір көсем, көптен дайындалған, бүкіл Қазақстанды билеп отырған адам болып көрсек, негізгі қылмыскер, негізгі жаңа көтерілісті басқарушы деп келді. Жоқ, бұл Масимов деген бар болғаны Назарбаевтың несі, кошелегі дейді ғой, кассирі. Өзі де әлгі бір қызметке бекіткенде айтып жүрді ғой, мен сіздің нөкеріңізбін, Нұрсұлтан Әбіш деп. Бұл нөкер. Сол себептен мен енді көріп тұрмын, ешқандай енді Назарбаевтың қылмысын көрмеген адам, ауыр қылмысын көрмеген адам, енді меніңше деген ол ар-ұятты ұмытқан адамдар. Сол себептен, қызым, сіздер менің сөзімнің ауырлығы емес, ана кеше басшы боп, мемлекет басында отырып Қазақстанды тонаған сол ауыр қылмыс жасаған сол адамға көңілдеріңізді аударуыңыз керек. Шындықты қорықпай айтып жатқаныңызға алғысым шексіз. Ізіңізге түсіп қудалаған кездері болмады ма? Бір секунд, бір пауза жас. Сұрағыңызды қайталаңызшы. Ізіңізге түсіп қудалаған кезі болмады ма? Шындықты айтқаныңыз үшін, қарсы шыққаныңыз үшін. Енді көрмегенді көрдік біз. Мен деген 90-шы жылы ана Терещенко Қажыгелдин басқарған билікке бүйтіп бармағымды тігіп тұрып, ұрысыңдар деп. Қазақстан ұрылар мемлекетіне айналуы мүмкін дейді. Менің деген Facebook парақшамда сол кезде 94 жылы сайлауға шыққанда мен үлкен плакат іліп шықтым. Қазақстанның бай жерінде халықты жүдету қылмыс деп. 94 жылдың басында шықтым сондаймен. Әрине жақпадым. Қылмыстық іс қозғалды, бұлар 3,5 жыл мені тергеді ғой. Тергеп, соны соңғы сол Назарбаевтың айланасы айтқан екен, енді әлгі менен ештеме таппайды, таба алмайды. Себебі мен ұрлық жасаған жоқпын, заң бұзған жоқпын. Соны соңғы сол жаңа кейбір өзімнің тәрбиелеген балалар, енді мен үшін балалар ғой. Сол бәрі жабылып, әбден енді оларда кішкене ұрлыққа кірісе бастаған ғой. Ой, Нұреке, мына Абдрахмановты қамайық, қамауға барғаннан кейін бәрін дәлелдейміз. Бұл тергеуге кедергі жасап жатыр деп, менің қамауыма ана сол кезде бас прокурор болған Жармаған Тұяқбаев ордер жазып қойыпты қамауға. Бір нәрсе таппаған, ұрлық жоқ, ештеме жоқ. Білдіңіз ба? Міне, сөйтіп тексерісіне тексеріс, енді 75 комиссия тексерді ғой мені, 75 комиссия. Ал енді қорыта келгенде айтарым, мен зейнетке дейінгі, зейнет жасыма дейінгі жаста 14 жыл жұмыссыз болдым. Қызым, 14 жыл жұмыссыз, ешқандай айып жоқ, қолымнан келе ме? Келеді. Депутат, мен 6 рет депутат болдым. 6 рет депутат болдым. Сайлаушылар маған сенімін жоғалтқан жоқ. Округқа барып, халықпен жүздесіп, сайлауға түссем, әрине мені депутат сайлайды.
95 жылы әлгі екі сайланған жоғарғы кеңес демократияны бастаған нағыз халықшыл мемлекет. Халқыма мені жібермей қойды ғой. Халық маған депутаттықты беріп отыр. Халық деген маған сеніп отыр. Кел дейді. Мыналар деген орта жолда. Мен сол кезде талай рет хат жазып Назарбаевқа айтқаны бар. Ай, Нұреке, ол кезде әлгі мен жаман әлгі қатты сөздер айтпай жүрген кезім. Енді былай айтқанда жанашырлық білдіріп жүрген кезім. Иә, Құдай бетін арғысын, бір қиын жағдайға түссеңіз, жаныңызда бір адам жоқ, халқым менің деп сөзіңізді сөйлеп алға шығатын. Міне, кім шығып жүр қазір Назарбаевтың сөзін сөйлеп? Бір адам жоқ, шыға алмайды, бет жоқ, қабілет жоқ. Білдіңіз бе? Бұл енді мен үшін қорлық та, қорлық. Кейін мен зейнетке шықтым. Осы экономикалық салада тіршілік бастадым. Ұлым да қосылды маған. Ұлыма да ешқандай қызмет еткізбей қойды. Бизнесін тартып алып, екі бизнесін Назарбаевтың немересі тартып алып. Әйтеуір сол сөйтіп, өздерінің балалары шалқайып жүрді, істемегендер жоқ. Міне сол қазір жаңа Қазақстанда билегендер, әлгі шалқайып жүрген билегендер, қазір барлығы қашып жүр. Бәрі қашып жүр. Енді сұмдық қой. Қазақстанды билеген, Қазақстанды басқарған, бүкіл барлық қолдарына жинамағандар қазір деген өз еліне, жеріне сыймай. Мен соны айтып жүрдім. Бала шағасының бәрі шетелде. Бәрі шетелде. Шетелдің азаматтығын алған барлығы. Осының бәрін мен деген сол кезде Назарбаевқа тіл тигізбей. Осыны айтып жүрмін. Қыздарда туралы жеке кіріп айтқанда, күйеу балалары туралы, Нұрекемларға тектеп айтыңыз. Енді бұл жанашырлық қой. Мен адал мемлекетке, Назарбаевқа адал қызмет еттім. Менен адал адам болған жоқ. Оны деген мақтап, Нұрекеден мақтап қалталарына ұрып алды, байып алды. Қазір солар жамандап жүр. Көптеген мына YouTube каналдарын сол ұрылар басқарады. Сол Назарбаевтың кезінде ұрлап осы дүниелерге ие болып алған солар сыртта қашып жүр, осыны жамандап жүр. Назарбаевтың кезінде мақтап, міне қызым сол себептен менің былай айтқанда түстен кейін маңыраған қой мен емеспін. Мен халық үшін болдым. Халық үшін заң шеңберінде. Ал енді 22 жылы анандай болып атқан жағдайда 238 адамды қырып салды. Масимовты Тоқаевқа жіберген. Масимов өзі бара алмайды, ол бейшара. Ол деген лидерлікке жарамайды. Қазір бәрі оны жамандап, қазір деген сіз бірінші емессіздер. Бір журналистер келіп жатыр, басқалар осы серік, үлкен кісі, еңбегі бар. Қандай еңбегі бар? Біз Катардан озуымыз керек еді, Кувейттен озуымыз керек еді. Біз деген бейшара Африканың елі болып қалдық. Бүкіл Қазақстан сатылып кетті. Байлық жоқ. Тоқаевқа қандай тәуелсіздік дейді, бір Құдай біледі. Сол себептен мен Тоқаевқа адал берілген қолдаушы адаммын. Ол мемлекетті ойлаймын. Қылмыскерлер жапқа тарту керек қаншерлерді, бұрланған байлықты қайтарам деп сөйтіп ұмтылды. Мен қолдайым дедім. Менде ешқандай екіжүзділік бір есеп жоқ. Бірақ мына ұрылар деген билікті әлі басып отыр. Тоқаевқа алға жүруге мүмкіндік бермей отыр. Міне менің бүгінгі позициям. Жақсы, рахмет Серік мырза. Біз енді саясатқа енді араласып жатқан жас буынбыз. Мамандығымыз осы журналистика болғаннан кейін білмейтініміз көп. Сол себепті мақсатымыз сізге қарсы шығу емес, бейтараппыз. Дегенмен мына сауалды қойғым келіп отыр. Мұхтар Әблязов сізді Дариға Назарбаева мен Рахат Әлиев Алтынбек Сәрсенбаевқа қарсы қолданды. Көптеген жемқорлық қылмысқа қатысы бар дейді, бірақ оны Назарбаевтар отбасы әркез құтқарып қалатын деп мәлімдепті. Мұхтар Әблязовтың сөзі. Бұған қалай жауап бересіз? Бұл Мұхтар Әблязов деген мұны неден алды ғой? Бұл Караван, КТК газеттері сол жаңағы мен ұры жүйеге қарсы шығып, ұрылар деп айтып атқанда бүткіл Караван мені бас салып, әбден деген төкті ғой. Ұрлады, жеді, ұрлады. 3,5 жыл
жаңа Жармахан Тұяқбай бар, КНБСі бар, бәрі мені әбден тергеді ғой. Ештеме таппады. Ал осы мені жамандауға нетіп, маған күйе жағып, неткен, енді мен деген жас алашты да, караванды да сотқа тартып, дәлелдеп, ауыздарына құм құйдым қызым. Ал жаңағы Әбіләзовті мен де кім дегенде ол ұры деп айтқаным бар, сол үшін ол енді маған да сен де ұрысың деп айтқысы келеді. Оның бәрі мен дәлелдегем, оны өсек жарым. Енді ол мықты ғой. Мгм. Шетелде тыққан дүнием болса, айтсын, жарияласын, қызым Фарида, соны саған жазып берейін жаным алтыным.